Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 8-ші сыныпқа арналған 2-ші тоқсан бойынша ТЖБ, яғни 90-дық жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Бұл яғни Excel кітабы бойынша 3-ші және 4-ші бөлімдер бойынша бағалау. Мұнда бізде ТЖБ-да 4 тапсырмадан тұрады. The first listening, әрине бірінші тыңдалым. Тыңдап, біз мынау беріліп тұрған сандардың не үшін берілгенін жазуымыз керек. Listening мен артынан сіздерге дұрыс жауабын көрсетемін. Reading. Read the statements, decide if they are true or false and explain your choice. Яғни бұл жерде бізде не берілген текст және сол бойынша true, false тапсырмасы дұрыс және дұрыс емес екенін айтуымыз керек. Және де тағы қосымша 3 сұрақ беріліп тұр. Сұраққа әрине өзіміз жауап беруіміз керек. Сондықтан әуелі біз аударып алайық не туралы екендігін. The power of advertising over kids. Advertising бұл реклама жасау, яғни балаларға реклама жасаудың күші. Advertising has an influence on everyone in one way or another, but it especially has had an influence on children. Яғни жалпы жарнамалау барлық адамға әсер етеді, соның ішінде балаларға. Advertising influences children's choice of toys. If a television commercial displays children laughing and playing, children think it must be a great toy regardless of the type. For example, my 3-year-old desperately wants a skateboard for Christmas. Every time he sees a skateboard commercial, he gets excited. He believes that if he had a skateboard, he would instantly have the same fun and skill as the boys on television. Жалпы жерде айтып тұрғаны, әсіресе ойыншық таңдауда бала рекламаны қарап таңдайды дейді. Себебі рекламада бала, мысалы скейтборд ойнап жатқан кезде өте қуанышты болып көрінеді, көңілді болады. Сондықтан 3 баланың 3-еуі де мысалға жаңа жылға скейтборд сұрап тұр. Себебі олар күні бойына соны көріп жатыр рекламасын. Another influence advertising has had is on the clothes children want to wear. Clothes from Walmart, Kmart are no longer satisfactory. Brand names such as Gap, Tommy Hilfiger, and the American Eagle are much more appealing to them. My teenage daughter is constantly looking through catalogs and magazines, examining each outfit down to the last detail. She continuously wants to change her wardrobe to keep up with the latest fashion trends and the most popular brand names. Және де киімдерде балалар сол реклама қарап кигісі келеді. Мысалы, бізде қалада Walmart, Kmart дегендер бар, олардан қарағысы келмейді, олар брендовый киімдерді журналдардан қарап отырады. Сондықтан дейді, менің қызым үнемі сондай соңғы шыққан үлгіде киімдерді қарап, соны гардеробын өзгерткісі келеді. Last, advertising influences the food children want to eat. Cartoon characters are placed on boxes of food such as crackers and cereal to influence young children. Сонымен қатар тамақтардан жетер реклама болады. Яғни тамақтардың сыртында мультфильм кейіпкерлер жабыстырып тұрады. Көбінесе мысалға чипсидің дейді. As long as companies to target our youth with advertising, jingles, slogans, and the cartoon characters, children and the teenagers will continue to be influenced by the product with the most advertising appeal. Яғни олар реклама жасаған кезде әртүрлі жастардың сөйлеп жүрген сөздерін алады, слогандарды, немесе сол мультфильм кейіпкерлерін алады. Сонымен солай, яғни сол арқылы балаларды және жасөспірімдерді өздеріне тартады. Бірінші бізде үлгісі беріліп тұр. Бірінші яғни нөлде беріліп тұр. Бірінші, children want to buy products they see in the advertisement even if they don't know what it is. Яғни олар сол рекламадағыны алғысы келеді, тіпті білмесе де. Шетке, яғни біз true дейміз, немесе птичка қойсандырып болады, яғни бұл дұрыс. Teens and children don't care about the latest fashion. Соңғы модаға баса ауыртпайды. Жоқ, керісінше, сондықтан false. Companies don't use the famous cartoon characters to sell their products. Компаниялар мультфильм кейіпкерлерін пайдаланбайды. Бұл керісінше олар пайдаланады, сондықтан дұрыс емес, false.
What is the aim of an advertisement? Яғни негізгі рекламаның мақсаты не? Негізгі рекламаның мақсаты ол өнімін сату, иә? Сондықтан біз дәл сондай қылып жазамыз. The aim of an advertisement is. Так, негізгі мағынасы ол sell their product, яғни өздерінің өнімдерін сату, иә, негізгі мағыналары. What does a child believe if he had a skateboard? Яғни балалар неге сенеді, егер скейтборды болса, енді біз дәл сол жағын аламыз. If he had a skateboard, енді бұл біз сендер 8-ші класста, яғни conditional өттіңдер, сондықтан бұл conditionalдың бір бөлігі. Егер if жағында өткен жақ болса, келесі жағында would-пен берілу керек. Сондықтан child болса, мысалы he деп алсақ болады, біреуіне he would be funny, яғни ол көңілді болады, жақсы болады деп ойлайды. Why does a teenage girl want to change her wardrobe? Неге қыз бала гардеробын өзгерткісі келеді? Why болса, біз үнемі because жауап береміз, иә? Неге? Себебі she болады, иә, қыз бала болғандықтан she see the last designs, мысалы соңғы дизайндарды көреді, иә, from журналдардан көреді. Не жазып бердік? Енді келесі writing. Writingде, яғни осы беріліп тұрған екі топиктің біреуін таңдауымыз керек. Choose one of the topics to write. The first, write a review of a computer game that you have played lastly. Бұл жерде біз қысқаша анықтама беруіміз керек. Сен соңғы ойнап жүрген компьютер ойыныңа. Tell what it is, how it can be played, and your opinion. Бұл қалай және қалай ойналады. Use the style and the structure of the review and the topic related vocabulary. Және біз өткен сөздікті қолдануымыз керек. Неге бұлай сіздерге беріп тұр? Себебі спорт тақырыбында сіздер неше адам болу керек бір топта, команда, ол қалай ойналады, яғни біз спорт туралы бір ойынды сипаттадық, солай сипаттап жазуымыз керек. The second, write a review of a gym you have visited lastly. Tell what and where it is, what you can do there, and your opinion. Use the style and the structure of your review and the topic related vocabulary. Гимнастика немесе бір жаттығу залдарын соңғы көрген, соны сипатта дейді, қай жерде орналасқан, ода не істеуге болады, және өзіңнің ойың. Және де дәл жаңағыдай сөздікті пайдалан деп тұр өткен. Review. Біз бұл жерде сәлем деп қатты жазғандай жазбаймыз, тек қана бір спортты сипаттаймыз, иә. Ол үшін біз қазір кітапқа жүгінейік, кітапта қалай басталып бір спорт түрі, соны қарап алайық. Мінекей, 8-ші сыныптың Excel кітабында былай көрсеткен: name of sport, number of players, яғни спорттың аты, қанша ойыншы ойнайды, орны, жалпы ережесі және тағы басқа да ақпарат. Мен компьютер ойындарын білмеймін, сондықтан екіншісін түсіндірейін. Gym дегенді. I want to describe the gym. Мен суреттегім келіп тұр, мысалы гимнастика залын. That I have visited lastly, және соңғы көргені. The gym is for all types of sport. Не бұл барлық түріне арналған деп айтайық. Енді way айтесен, ол қай жақта орналасқан деген айтайық. It is situated. Ол қай жерде орналасқан, мысалға айтайық. In front of, бір нәрсенің алдында, in front of the stadium, стадионның алдында деп, стадионның алдында орналасқан. Ол жақта не істейміз? We can, не істей алатынымызды айтайық осы жерде. We can play
tennis, do exercises. Бұлар жасаймыз, иә. Exercises and play other sports және тағы басқа да ойындарды ойнай аламыз. Style and structure of the review and topic related with your неке осылай қысқаша жазсақ болады, және де бұл бір ойынды сипаттасақ болады, иә. Мысалға футболды алайын. Жоқ, гимнастика залында футбол, мысалы теннисті ала берейін, иә. Tennis is my favorite sport деп бастаймын, бұл менің сүйікті спортым. Favorite game деп алған дұрыс шығар, ойыным деп. My favorite game. Tennis is my favorite game. There are two people in tennis. Яғни бұл екі адамдық ойын, иә. Енді бізге нелері керек? The equipments are. Яғни біз equipment деген сөзді өттік. Ол құрылғы, яғни бізге қандай құралдар керек немесе the equipment are. Equipment яғни бұл көпше түрде құралдар деп айтылады. Жоқ, ол саналатын зат есім, сондықтан S жалғай аламыз. Equipments are racket, яғни ракетка керек бізге, иә. And ball. Қысқаша сипаттадық, осылай жазамыз. Келесі тапсырма бізде speaking. Choose one card and answer the questions. You have 1 minute to prepare and 3 minutes to speak. Speaking яғни сөйлеу. Бұл жерде бір картаны таңдап, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Және де біз көбінесе өткен сөздіктерді дұрыстап қолдануымыз керек. The first, do you think the news influences people too much? Сенің ойыңша жаңалықтар адамдарға сондай үлкен әсер етеді ма? Егер біз иә десек, yes I do немесе yes I think десек болады. Екі түрлі жауап береміз. Немесе no болса no I don't think. Жоқ, мен олай ойламаймын болса. Should people believe the information on mass media? Адамдар масс-медиадағы, яғни вообще әлеуметтік желілердегі информацияларға сенуі керек па? Жоқ десек, no, they shouldn't. Жоқ, олар сенбеу керек деп айтайын. Shouldn't believe. Қысқаша, ұзақ болса, believe the information on mass media деп барлығын қосуға болады. Would you like to work for the media? Why not? Сен сол медиаға жұмыс істегің келе ме? Yeah десек. Yes, I would like to work for the media. Не бізде why деп сұрап тұр, неге? Неге екен yeah десек, неге екен жазсақ, because it is important for people. Себебі бұл адамдар үшін өте маңызды деп жазып жатырмын. What are the good and the bad things about the media in your country? Сенің еліңде жалпы олар газет, журнал, бәрі жатады. Оған соның жақсы, жаман жақтары қандай? Good things are, жақсы жақтары, news, education, жақсы жақтары білімге, жаңалықтарға, and information, басқа да ақпараттарға жақсы, иә. Bad things are, жаман жақтары. Bad things are,
немесе false десек болады, иә, яғни олар кейбір кезде дұрыс емес, өтірік болады. Үлкейтілген түрде болады, иә. Оны қалай айтсақ болады? Not real, яғни реальный нәрсені емес, бұл өтірік нәрсені түсіп кетеді. Және де бұл денсаулыққа да зияны бар. The health. Do you think you are a physically active person? Физически өзіңді активный, яғни белсенді адамсың деп ойлайсың ба? Yes, I do. How much physical activity do you do every day? Күнделікті, яғни қалай жасайсың? I do exercises. Жаттығулар жасаймын. And drink water. Drink more water, яғни көп су ішемін. Every day, яғни күн сайын, күнде. Would you like to be fitter? Одан да қатты, яғни мысалға денесі маған болады, иә, немесе шымыр деп айтамыз. Яғни шымыррақ болғың келе ма? Yes, I do. Және қалай болғың келеді? I like to be fitter. By playing games. Ойындар ойнау арқылы. What new sport would you like to take up if you could? If I could, яғни қандай спорт түрлерін, яғни жаңа спорттың қандай жаңа спорт түрлерін өзің таңдар едің. If I could, I would like to take up handball. Жақта әлі көптік тарымай жатыр, мысалға handball. Келесі, what do you think about the way you eat every day? Күнделікті тамаққа не ойлайсың? I think junk food немесе fast food, yeah, is harmful, зиян деп ойлаймын. How much water do you drink every day? Күнделікті сен қаншалықты су ішесің? I drink 1.5 liter every day. Күнделікті 1,5 литрлеп ішуіміз керек, иә? Are you usually excited about trying new food? Яғни жаңа тамақты жеп көргеннен рахат аласың ба? Yes, I am. Бізде амен сұрақ қойып тұр, біз төбемен жауап береміз. Do you think your diet needs to improve? Диета дегенде бізде анықтау емес, жалпы дұрыс тамақтану деп түсінейік. Дұрыс тамақтану саған ары қарай сені дамыта ма? Yes, I agree with this. Мен бұнымен келісемін. The hospitals good in your country. Біздегі ауруханалар жақсы ма? Yes, they are normal деп жазайық. Жаңадан больницалар ашылып жатыр, иә. Have you ever been to hospital? Бұны енді әркім әртүрлі айтады. Яғни сен жалпы больницада болдың ба? Құдай сақтасын. Я болса yes, I have been. Қай жер екенін жасамай болады. Жоқ болса no, I haven't. Did you have to wait long? What was the service like? Ұзағырақ күттің бе? Қызмет қалай болды? No, I didn't. Жоқ болса, мен ұзақ күткен жоқпын. I didn't wait long. I didn't have to wait long. Ұзақ күткен жоқпын. Қызмет қалай болды? Service
is like, өйткені бізде түзбемен беріп тұр. Аха, service мен етсіз қылып жазып қойдым. Так, service is like fine, тамаша болды. Were there any situations when you preferred home remedy to a visit to doctors? A visit to doctors. Home remedy бұл жерде біз үйден мысалға бұрынғы ата-бабамыз қолданған тәсілдерді қолданып жүрміз, емдейміз, соны пайдаланған уақытың болды ма десек біз yes десек болады, немесе жоқ десек болады. Yes, they were. Қысқаша жауап no, they weren't. In your opinion, what makes people feel happy? Сенің ойыңша адамдар не бақытты қылады? Енді, in my opinion деп жауап береміз. Менің ойымша sport makes feel happy. Спорт адамды рахаттандырады. They agree with the statement that healthy people are happy people. Адамдар бақытты ма? Yes, I agree. Мен келісемін болса. With this statement, яғни осы нәрсемен. Осы сөйлеммен. What is the difference between traditional and non-traditional medicine? Яғни дәстүрлі және дәстүрлі емес медицина айырмашылығы қандай дейді. Біз айтайық, non-traditional, яғни дәстүрлі емес деп үйден қолданатындарымыз кейбір дұрыс емес болып шығады, иә? Біз оны дұрыстап зерттейміз. Is not already true. Үнемі дұрыс болмайды, өйткені ол ғылыми тұрғыдан дәлелденбегендер де болуы мүмкін, иә? What are the pros and the cons of each of them? Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай дейді. Pros are артықшылықтарды екеуі де емдейді дейік. Pros are both of them, яғни екеуі де. Pros are both of them емдейді. With people, адамдарды емдейді. Cons are деуде уақыт алады деп айтайық, бірден емделіп кету екіталай. Cons are long time. Уақыт алады екеуіне. 6. How would you describe modern information technology? Жаңа информационный технологияны қалай суреттейсің? Бұл өте тез, иә? It is faster және and қандай деп айтсақ болады? Newer, жаңа деп айтайық. What problems are caused by modern information technology? Қандай проблемалар бар? Бұлар жаңа деп айтайық, тақырда they may be false, олар өтірікте болуы мүмкін, дұрыс емес дәлелденбеген болуы мүмкін. What new technologies are becoming popular? Қандай жаңа технологиялар? Бұлар яғни популярный болып келатқандай, smart watches, ақылды сағаттар шығып жатыр. And smartphones. Смартфондар қазір телевизорлерді алмастырып жатыр. What other technology you think will be invented in the future? Қандай болашақта шығады деп ойлайсың? It will be travel to space. Ғарышқа адамдар ұша бастайтын шығар деп ойлаймын. Енді бірінші тапсырмада listening болған еді, оның дұрыс жауаптары мінекей.
was the first Grand Prix race. Яғни бізде сандар беріліп тұрған еді, иә. Біріншінің жауабы had to pay. Біріншісі Grand Prix race, яғни бұл бірінші жарыс болатын. Race бешекте атпен жарыс болуы мүмкін және машинамен. Екінші had to pay for breaking an agreement. Яғни ол ережені бұзса, оған ақша төлейді. First accident, бірінші авария болған. Car accident broke his leg. Яғни осындайыншы жылдары ода авария болған машина және ол аяғын сындырып алған. Won the race. Яғни Австралияда ол ұтты жарыста және Малайзияда ұтты 6-шы. Listening бойынша дұрыс жауаптары осылар. Ал қалғандарын бәрін мен жаңа түсіндіріп өттім. Неліктен true, false, false деп жазылған. Дұрыс екен. Және де қалғаны мінекей тұр. Оған да жаңа біз жауап беріп кеттік. Мінекей бәрін талқылап болдық. Және де тағы сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар болады. Және ұсыныстарың болса. Hey, goodbye, good luck to you. Жақсы, сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар. Сау болыңдар.